Жақында осы AMG GT деген көлікті сатып алдым. Және Mercedes маркасын таңдаған себебінің бірнеше аргументтері бар. Қазір осы видеода соларды түсіндіріп берейін. Жалпы көліктің отаны Германия, ал ол жақта бірнеше жерлер бар. Саксония, Бавария, Нордшлайфе деген сияқты. Сол соңғысында Нюрбургринг деген трасса бар. Бұрын ол енді әрине ресми жарыстарда қолданатын, бірақ өзінің енді қауіпсіздік жағынан оны барлық енді жарыстардан алып тастаған. Және әлемде оны зеленый ад деп айтады. Яғни ол жерде адамдар өте көп қайтыс болатын, авариялар болатын, жалпы жесткий трассада ештеңені кешірмейтін. Кез келген автомобильді көлік өндірушісі өз спорттық модельдерін сол жаққа апарып, сол трассаны максимально тез жүріп өтуге тырысады. Яғни ол өзінше бір маркетинговый рейтинг. Яғни міне Нордшлайф Нюрбургринг трассасын осылай өтіп шықты, осындай уақытпен жүріп берді десе, ол ертең сатылымға әсерін тигізеді. Егер Нюрбургрингтің ресми сайтындағы рейтингті қарайтын болсақ, бірінші орында дәл осы марка көлігі. Әрине түсінемін, сіздер енді айту мүмкін, сіздер қазір ой, Mercedes AMG One ол гиперкар, 2 миллионнан қымбат бағасы, анау. Окей, үшінші орында да Mercedes Black Series. Ал егер біз анау Баварияның атақты жалпы көліктерін іздейтін болсақ, біз рейтингтің 37-ші орнына дейін түсеміз. Сол жерде ғана енді тауып жатырмыз. Окей, Нюрбургрингті сіздер енді бір ресми көрсеткіш ретінде көрмейтін болсаңыздар, автоспорт дейтін болсақ, онда Формула-1-ді қарап жүрейік. Формула-1 жалпы бізде енді қандай да бір кез келген автоспорттың ең жоғарғы дәрежесі. Және осы Формула-1 тарихында Mercedes бренді маркасы әлем чемпионатын 8 рет ұтқан. Осы жерде мен бір ақиқатты келтіру керекпін. Mercedes-тен басқа ешқандай бір неміс көлік маркасы Формула-1 чемпионатын ұтпаған тарихында. Mercedes-тен басқа енді көп ұтқан ол Ferrari және McLaren, ал басқа енді Audi, Porsche, немесе BMW, басқа да неміс көлік маркалары Формула-1 чемпионатын ешқашан тарихта ұтпаған. Окей, ары қарай кеттік. Енді сатылымдар бойынша, мысалға егер дәл осы класста қарайтын болсақ, BMW 8 және Mercedes GT екеу қатарлас класс. Жалпы Instagramда Car Industry Analysis деген канал бар. Ол жалпы әлемдік ресми сатылымдар дәрежесін зерттеп отыратын канал, және соның ақпаратына сәйкес алдыңғы 2024 жылы Mercedes AMG GT BMW 8-діктен көбірек сатылған. Яғни бүкіл әлемде мойындап, бұны енді былайша айтқанда популярный сатылымдар бойынша Mercedes алда тұр. Мен енді өз тарапымнан жалпы елдердің президенттері қандай көлікпен жүреді, немесе сізді роддомнан шығарып атқанда қандай машинамен қарсы алғанда, немесе үйлену тойында қай марканың көліктері жиі кездесетінін айтпай қойын. Жалпы енді ол барлығымызға белгілі, бірақ менің ойымша бұл Mercedes сіздің өміріңіздің бүкіл жолында қатарлас келетін, параллельді жүретін көлік сияқты. Себебі егер белгілі азаматтар, тұлғалардың соңғы сапарында да қарасақ, өмірден озған сәтінде де осы көлікпен шығарып салады.